Қазақстан жер көлемі жағынан әлемдегі алып мемлекеттердің қатарында. Екі құрлықта орналасқан оның аумағы Батыс Еуропамен теңестіріледі. Мектепке дейінгі даярлық немесе 0-ші сынып 1999 жылдан бастап 1 жылдық міндетті мектепке дейінгі білім беру енгізілді. Қазақстан Конституциясы азаматтарының жалпы орта білімді тегін алуына кепілдік береді. Бұл әлемнің 13 елінде жолға қойылған. Әр 5-ші мектеп тәуелсіздік жылдарында салынды. Адами даму индексі жоғары елдерде оқыту мерзімінің ұзақтығы 15 жыл. Қазақстанның әрбір студенті конкурстық негізде жоғары білім алуға құқылы. Бұл тәжірибе әлемнің 24 елінде бар. Мемлекет педагогтарды тегін біліктілікті арттыру курстарымен қамтамасыз етуде. 2013 жылдан бері ұлттық білім беру деректер қоры жұмыс істейді. TIMSS, PEARLS, PISA, TALIS, ICELS халықаралық зерттеулеріне қатысу білім ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген. TIMSS 2015 қорытындысы бойынша Қазақстан үздік 10 елдің қатарына қосылды. 2016 жылдан бастап жаңартылған білім мазмұнымен 12 жылдық білім беруге сатылап көшуде. Бұл жаңашылдық шеңберінде функционалдық сауаттылық пен STEM білім беру жүйесіне айрықша назар аударылуда. 2017 жылдан бастап пилоттық режимде кей мектептер 3 тілде білім беруге көшті. Жаратылыстану математикалық бағыты ағылшын тілінде оқытылады. 2017 жылы қараша айында экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымымен тығыз байланыс негізінде Қазақстан білім беру және ғылыми технологиялық саясат комитеттеріне қатысушы мәртебесін алды. 2017 жылы бүкіл әлемдік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінде Қазақстан бастауыш білім берумен қамту бойынша 4-ші орынды иеленді. Соңғы 10 жылда Қазақстан ЮНЕСКО-ның білім беруді дамыту индексі бойынша әлемнің үздік деп танылған 8 елінің қатарында.